үй алып ремонт бастайтын кезде бірінші кезде жарықпен жақсы қамтамасыз ету керек. Мына уақытша жарықтар, жарықтың сапасы жақсы болса, ремонтыңызда жақсы бітуіне көмектеседі. Өйткені көріп қоясыз барлық жерде қисық жерлерін, дұрыс емес тұрған жерлерді. Екінші жұмыс мынау щит. Қазіргі жағдайда бізде щит кедергі жасап тұр. Мына жерде мебель болады. Сол себептен аны жылжыту керек болады ішке қарай. Астында үстінде мынау интернет қой, Wi-Fi. Жылжыттық. Тоқ мына астыға қарай келіп тұр. Мына жерде Wi-Fi тұрады. Wi-Fi мен тоқтың арасы 20-30 сантиметр болу керек. Болмаса Wi-Fi-дің жақсы жұмыс істеуіне кедергі жасайды. Помеха болады. Тағы бір жағдай. Мына алдын ала бізге разметте берілген. Кейін мынандай скотчтан жасап шықтым размерлерін. Сонда мынау тоқтардың тұрған жерлері дұрыс болмай шықты. Негізі кішкене уақыттарыңызды бөліп осылай скотчпен жасап алсаңыз, телевизор тұратын жерлер болсын, тумба тұратын жерлер, мынау кухнядағы жиһаздардың тұратын жерлерді осылай сызып алсаңыз, сонда нақты көрінеді. Сізге мынау розеткілер дұрыс тұр ма, дұрыс тұрған жоқ па? Ол кішкене ғана уақыт алады. Біз кешкісін 1-4-5 сағат уақытымызды жіберіп үйдің егесімен осының бәрін сызып алдық. Сонда нақты белгілі болды. Өзгерістер болды.